Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі рецепт тері күтімін ұнататын кез келген адам үшін керек. Қартаюға қарсы маска жасаймыз. Ол үшін бізге жалбыздың 4-5 бұтағы керек. Жалбызды жақсылап жуып аламыз. Жалбыз жапырақтарын жұлып ыдысқа саламыз. Үстіне 200 мг сүт құйып, блендермен еземіз. Жалбыз майлы теріні тазартады, тері тесігін тарылтады және май бездерінің жұмысын реттейді. Сүттегі сүт қышқылдары өлі тері жасушаларын кетіруге көмектеседі және теріңізді жарқыратады. Дайын болған қоспаны електен өткізіп аламыз. Қоспаны ыдысқа құйып, үстіне біраз қасық жүгері крахмалын салып араластырамыз. Жүгері крахмалы тері құрылымын жақсартуға көмектеседі. Қоспа қоюланғанша баяу отта қыздырамыз. Дайын болған маска негізін суытып, ыдысқа құйып аламыз. Жарты шай қасық зығыр майын қосып араластырамыз. Зығыр майы қартайған және майда жүмдері бар теріні ылғалдандырып жұмсартады. Достар, егер мені қолдағыңыз келсе, каналға жазылыңыз, лайк басыңыз, видео рецептпен достарыңызбен бөлісіңіз және жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін қоңырауды қосуды ұмытпаңыз. Дайын болған масканы шыны ыдысқа құйып, тоңазытқышта 1 аптаға дейін сақтай аламыз. Масканы аптасына 2 рет бет, қол, мойын және декольте терісіне жағып 30 минутқа қалдырамыз. Содан кейін қалған масканы жылы сумен жуамыз. Соңынан өзіңіздің ылғалдандырғыш креміңізді жағыңыз. Сізге денсаулық, жастық және сұлулық тілеймін. Келесі кездескенше.